Ал енді біздің екінші зертханалық жұмысымыз, яғни ол ластанған ас тұзын тазарту. Бізге керек реактивтер, ол ас тұзы және құм. Керек құрал-жабдықтар, су құйғыш, ішінде дайын су бар, химиялық стақан, сосын табақша, сосын сүзгі қағаз, кальян табақша, қысқыш және спиртшам. Ең бірінші біз тұзды ертеміз. Оның үстіне су құямыз. Енді көргендей тұзымыз ерді. Оны лас қылу үшін құмды қосамыз. Тұзымыз осы тұзымыз ластанды, енді біз оны тазартамыз. Біз сүзгі қағаз аламыз да, оны осылай бүктейміз. Енді кальян табақшаға осы суды құямыз. Көріп тұрғандарыңыздай суымыз сүзіп жатыр. Топырақтары бетінде қалады, ал тұзды ерітіндіміз сүзгіден өтеді. Енді біздің тұзды суымыз шықты. Енді біз бұны қайта кристалдану әдісімен тұзды бөліп аламыз. Қыздырған кезде біз кальян табақшаны айналдыру керекпіз, өйткені егер бір орында сап тұрсақ, бұл сынып кетуі мүмкін. Суымызды қыздырдық. Енді су буланып, тұзымыз қалды. Яғни тұзымыз бөлінді. Енді спиртшаммен жұмысымыз аяқталды. Біз оны қалпағымен жабамыз. Болды.